сол 8 мартты тойлау арқылы Совет одағы керемет бір әйелді құрметтегіш, әйелдің құқығын сондай бір сыйлағыш сияқты бір образ қалыптастырғанменен дәл қазіргі Ресей және сол орыс ықпалындағы орыстанып кеткен мемлекеттер бүкіл жер жүзіндегі әйелдердің құқы ең қатты тапталатын территорияларға жатады. Ресейдің бодандағы халықтар жасайтын жерлер, Қазақстан және осы тағы басқа елдер әйелдер мен баладардың құқы тапталатын әлемдегі ең сұмдық елдерге жатады. Ол неден басталады дегенде, арақтан басталады. Ол неден басталады дегенде, арақтан кейін отбасы кикілжіңі басталады. Арақтан кейін зинақорлық басталады. Арақтан кейін кедейлік басталады. Арақтан кейін қызғаныш басталады. Арақтан кейін жаңағы Наташа білмей қап Александрмен бите қалған болады. Арақтан кейін жаңағы Сергей білмей қап бүйтіп қойып, енді білмей қаппын дейді. Содан Наташа, Александр, Сергей, Пергей болып, сонымен қырғын болады. Содан қорс еткізіп тығу, газды жару, қабат үйден секіру, ажырасу, быт-шыт болады. Қазір Совет одағы елдері дүние жүзі бойынша арақ және кісі өлімінен кейін әлемде бірінші орында тұр. Совет одағы деп мен бұл жерде орыс болып кеткен Қазақстанды, орыс мәдениетін әбден аталмыш. Мәдениет емес, Құдай төбесінен ұрсын соны мәдениет деген. Орыс індетін бойына жұқтырған, індетпен ауыратын, орыстық індетпен ауырған қазақ және орыстанып кеткен халықтарда бұл әйелдердің құқы ең көп тапталады. Олар ойлайды мына, ойбай, арабтар деген әйелдерді бүйтіп орап тастайды, көзін бүйтіп қойған. Ойбай, арабтарда әйелдің құқығы жоқ дейді. Мына орыстың әйелі және Совет одағы елдеріндегі әйелдер, Қазақстан бар. Сіздер ойламаңыздар, Совет одағы жоқ, ойбай деп. Мен Қазақстанды әлі Совет деймін. Қазақстан дейтін мемлекет әлі тәуелсіз болған жоқ, әлі Совет заманында жасап жатыр. Ана бұрынғы КГБ-ның бандиттері, Компартияның бандиттері партбилеттерін төс қалтасына тығып қойып, КГБ-ның тонын теріс айналдырып киіп, аяқ астынан киембі болып отыр. Бұрынғы шпиондар араб тілін, анау-мынауды, қазақтың менталитетін, тарихын зерттепті, соны жаңа мақсат қылған шпиондар аяқ астынан ұлтым, дінім деп шыға келді. Кеше дін жоқ, дін апин деген адам Қазақстанның муфтиі болып шыға келді. Мана дүние солай деп. Бұл шайтан өзгертеді. Шайтандар бәр құбыла береді. Шайтан еркекте болады, әйелде болады жаңа. Сондықтан бұл ертең қайтадан коммунистік жүйе орнап, қайтадан компартия болып, ай сен баяғыда КГБ-шнигердің дін жоқ деп кітап жазып, Казгуде кітабың оқылып еді, аяқ астынан муфти болып, бәленбай кітап жазып кеттің десе, кешіріңіздер, компартияға адалмын, мен сол анығырақ зерттеп, анық зерттеп компартияға қызмет ету үшін біраз солардың образына кіріп кеттім деп, қайтадан дін жоқ деп кітап жазатынына мен сенімдімін. Енді отбасы зорлық-зомбылығынан өлетін әйел ең көп. О Ресейде, Қазақстанда. Мүгедек болатын әйел ең көп, күйеуінен таяқ жейтін әйел ең көп, отбасы зорлық-зомбылығынан өз-өзіне қол жұмсайтын жастар мен жасөспірімдер ең көп, отбасы зорлық-зомбылығынан ажырасатын әйел ең көп, және отбасы зорлық-зомбылығынан ажырасқаннан кейін бала шағасына, балаларына, кемалатқа толмаған балаларына төлеп ала алмайтын, алимент ала алмайтын ең көп, жаңа көкек әке, көкек шеше ең көп, тастанды баласы ең көп. Баланы туады да шешесінің өзі қоқсыққа тастай салатын, жетімханаға тастайтын, докторханаға тастап кететін ең көп ел Ресей мен Қазақстан. 8 март келеді, жаным, күнім, алтыным. Не дейді? Орыс тіліндегі әдемі сөздерді айтайыншы. Любимая, Золушка, тағы не бәлесі бар еді?
Ой, ұмытып қаппыз ғой. Любимая Золушка, жаным менің деп гүлді бір құшақ гүлді сыйлайды. Содан сол күні Наташада, Паташада сонымен болады. Содан қараса ертесі бүйтіп қалған, ойбай да ойбай дейді. Содан өз үйлене ме, үйленбей ме, соны келер жыл сол уақытта баласын жетімханаға не қоқсыққа тастап отырады. Міне 8 март. Міне 8. Бұлай қарасаң керемет әйелді құрметтеп тұр. Орыстар және орыс болып кеткен қазақтар. Жаным, күнім, мерекеңмен шуба алып берейін ба? Бүйрегімді сатып саған бриллиант алып берейін ба? Өкпемді мына қытайлар өкпе сатып алады, бауыр сатып алады дейді. Сатып жіберіп саған шуба жасап берейін ба? Шуба алып берейін ба? Деп еркектер бүйтеді. Бітті. 9 наурыз түрмеден көреді, больницадан көреді. Бала жетім болады, қырғын. Сөйтсе 8 мартта советскийлер тойлайды екен деп, Совет одағында әйелдерді керемет құрметтейді екен. Ойбай, орыс пен қазақ Совет одағы әйелдерді құрметтейді екен. Айбай, араб деген басына орап тастайды екен, бүйтіп көзін жылтырап дегенмен, дәл қазіргі арабта мен енді идеал деп айтпаймын, ол арабыңда білесіздер ғой қалай. Бірақ Дубай, Катар сияқты арабтың қатындары жаңа басына бүйтіп қап-қара киіп алып көзін жылтыратқан қатындар. Ана бір арабтың 4 қатыны көздері ғана жылтырап тұр, үстінде ештеңе бүйтіп селфи жасайды. Кейде ойлайсың да, бірін-бір қайып таниды, тек көздері ғана түсіп тұр да, бүйтіп қалған жердің бәрі жақ. Сөйтіп өйтіп мазақтайсың неше тұр. Бірақ сол қатындар мынау орыс пен қазақтың қатындарынан бақытты. Неге? Бірінші, олар миллионер. Неге? Олардың еркектері жаңағы өз мемлекетті дұрыстады. Ана мұнайдан түскен табыстан әрине патшалары, әмірлері ең көп алады, бірақ халқының бәріне туған баласына бірденке $100,000 автомат есеп шотына түседі. Ана сенің назарыңда жаңағы, сен ана қардың буылтық шың шығып кеткеніне қарамай кіндігіңді көрсететін көйлек киіп ап, жарасты ма, жараспады ма, өзің мойын жоқ бір тиған семіздігіне қарамай, өзіңше модный, современный болып, өзіңше ана арабтың қатындарына қарағанда бақытты болып, давай 8 март, 8 март дей ма, 8 март дей ма, давай деп арақ ішіп соны әйелдің оқуғы екен деп жүргенде, ана сенің назарыңдағы бақытсыз дейтін арабтың қатыны қолына $1,000,000 бриллиант саусағына тағып, үстіне бәленбай $100,000 шубасын жай күніне ауыстырып, ана үстіне киген киімдер әлемнің ең бренд киімдерін киіп, қаласа Францияға ұшып барып, қаласа Америкаға ұшып келіп, ақшаның, мұнайдың көптігінен өмір сүріп жатыр. Және ол, ойбай, оның бәрі чейықтар деме, ең сорлы, анау Араб Біріккен Әмірлігінің Катардың, анау ең сорлы картаға түспейтін, тас жол салынбаған жердегі ауылындағы жаман түйеші арабтың қатыны миллионер болып өмір сүреді. Анау сасық түйешінің, анау ешкі бағатын, ана шегіртке жейтін, сенің сол арабтың қатыны бақытты өмір сүреді. Ол кем дегенде байынан таяқ жемейді, себебі оның байы ішпейді. Ол көп адамдар ойлайды, мынау арабтар ойбай қатыны құл болып жатыр деп. Енді ол ана быт-шыт болып әлі соғысып жатқан арабтар болса білмеймін. Мана бай арабтарың деген, анау кез келген бай арабтармен мынау Америкада таныстық, Вашингтонда талай жиналыста болды. Сон сіз қайда оқыдыңыз десе, мен Кембриджді тауыстым. Сіз ше? Ой, мен Оксфордты тауыстым. Мен Харвардты тауыстым дейді. Қасында жаңағы оранып алған қатындары бар. Сосын енді сізбен сөйлесуге бола ма десе, болады енді. Мен бармын ғой дейді. Ал енді бұл кісі болды оқып қойған ғой, сол оранып жүр. Ол да Харвардты, Кембриджді оқып қойған. Сіздер ақыл оқыдыңыздар ма? Мемлекет келіскен, жылына осындай бәлен бала оқиды, мемлекет төлейді, біз оқыдық. Ол сіздерді әйелдерді оқытады екен ғой десек, кім айтты бізді әйелді оқытпайды деп дейді. Ал біздің жаңағы 8 март тойлайтын, 8 март тойлайтын, қолында жаңағы 5.000 теңгелік гүл ұстап, аяғына 2.000 теңгелік су өтіп кететін, қар өтіп кететін, жаңағы жасанды аяқ тері, аяқ киім, биік өкше киіп алған біздің бейшара қыздар, ана қарды Алматының көшесінде қарды басып, табанынан су өтіп, бірақ қолында жігіттер сыйлаған 5.000 теңгелік гүлі бар қыздар. Харвардтың не екенін біле ме? Оксфордтың не екенін біле ме? Харвард деп айтып көріңдерші, тілдерін келе ме екен? Гарвард, орыстар Гарвард дейді. Келмейді. Жаңағы анау
bir tal жүзігі, бір tal алқасы, $1 миллион болатын бриллианттардың аты түгіл оның дизайнер бренді білмейсіңдер. Бірақ ана арабтарды мазақтап қоясыңдар да. Арабтар оранып аптар. Оранып деді ол. Ол оранып алған, ол өзінің дәстүрі ол. Бірақ ол адам құсап өмір сүріп тұр да, оның баласына төлем бар. Оның баласына байы әкелік махаббатын береді. Оның баласы дүниедің ең мықты жерінде оқиды. Мемлекеттің мұнайының байлығының қызығын көріп тұр да. Ана 4 қатынын ертіп алып жаңағы, Хабиби, Сабиби, жаңағы, Сакара, Макара, келіңдер деп 4 қатын ертіп алып, жаңағы атағаз құсап, айтағында бары 4 қатыны мен ертіп алып, міне жүрді. Ал сен жүрсің жаңағы, сиыр сауып, анау бір дүнгеннің ба, сарттың ба, біреудің дүкенінде дірдектеп, жаңағы тауарын сатып, асқанасында дірдектеп, белің сынып кеткенше, ыдыс аяғын жуып, жынды болып жүрсің да. Сенің табаныңның асты мұнай мен газ, аяң аспаныңнан бас бүкіл байлық, бірақ қайыршы болып жүрсің да. Сонымен ара тұра осимай бар келіп басы, жаңағы ана жігітте, мына жігітте бір уыс гүл сыйлап, содан бақытты сезініп, телевизорды ашып қалсаң, көрдің бе, арабтың қатындары оранып алған, арабтың қатындары оранып тұр, олар бақытсыз, сен деген бақытсызсың, міне гүл алып тұр, еркектің бәрі жаным, күнім деп тұр дейді. Соны өзіңді бақытты сезініп, жаңағы ана қайыршылығыңды, жоқшылығыңды, кредитіңді ұмытып, байың жылына бір рет бір уыс шөп сыйласа бақытты болып, арабтарға қарағанда бақыттымын, тәуба, ауғанның қатындарына қарағанда бақыттымын, тәуба, шүкір, енді өстіп қайыршы болып жүре берейінші, сиырымды сауа берейін, дүнгеннің сарттың дүкенінде сатушы болып, белім сынғанша сатушы болып берейін, мына 1000 теңгелік, 2000 теңгелік арзан су өтіп кететін матадан жасаған, іші мата сыртын краскілеп қойған, жалған етік киіп ап, қаздаңдап, былай сыртынан қарасаң рахат, бірақ бұтыңнан бұт қалмай сөйтіп тоң дірілдеп жүре берейін дейсің да. Сол 8 мартта давай денсаулық үшін махаббат, желаю вам любовь, счастье, не дейді, мен орысша бір-екі тос жатты болып еді қаяғда. Желаю вам любовь дейме, құдай төбек, тілде келмей қапты ғой, счастье дейме, счастье дейме, бірдеңені айтушы еді ғой. Сөйтіп арақты ішіп аласың, соны бір кезде қарасаң, қасыңда кеше өзі 8 мартты жаңағы Бытшытбаймен тойлап жатқан сияқты едің. Бытшытбай ұқсамайтын біреу жатыр қасыңда. Содан ойбай не болып қалды деп, ей Бытшытбай десең, ей жындысың бе? Мен Бытшытбай емеспін. Сен не кеше Бытшытбаймен тойладың ба дейді. Жоқ, жоқ енді. Ей кеше сенің 8 мартыңды мен тойлап, сіздің атыңыз кім еді? Танысайық. Қарындас, менің атым Тасталқан деп. Сонымен Тасталқан Бытшытбаймен 8 март тойлап, Тасталқанның қасынан тұрып таңертең 9 мартта бас жазып, содан енді, содан Тасталқан кетеді, жындысың ба, сен кімсің енді? Кеше құттықтадық, сыйладық енді. Давай жақсы аман бол енді. Ойбай, енді Тасталқан енді мен алам деп едің ғой кеше деп, сонымен жүресің міне, сәметсізге. 8 март. Аналарды сыйлау керек. Бірақ жер бетінде аналарды сыйламайтын бір қауым бар ма екен? Онай омыртқасын үзіп қойды. Жапонға қарасаң, ол шешесін деген енді тура Жапон деген ата анасына жаңа құрметті, олар құлшылықтың біріншісі деп біледі. Корейге қарасаң, Корей деген әке шешесі отырғызып қой, бас ұрады бұлай, бас ұрады. Азиялық халықтар өзіміз сияқты, беті жалпақ, көзі сығырайған азиялықтар, тек бойынша айтқанда монголоидтық текке жатады. Отырғызып қой бар. Олар деген әке шешесіне бүйтіп, тіпті тіке қарай алмайды олар. Оларда мына ата-анаға сый деген енді солай. Ата-анаға деген құрмет солай. Енді қазақ ежелден жаңағы ата-ананы сыйлауда, ол біздің көшпенді халықтың әйелге деген құрметі, ол таңғажайып, ол ежелден жаңағы бізде оның құрылымы қалыптасып қойған. Енді сонда ойлаймын да, жаңағы Америка қарасаң, тіпті әйелдің құқы деген бұл жерде Америка, Еуропада бірінші баланың құқы қорғалады. Екінші әйелдің құқы қорғалады. Үшінші ит пен мысықтың құқы қорғалады.
Төртінші еркектің құқығы қорғалады да. Төртінші. Бұл жерде мысалы әйел адамның құқығы. Бұл жерде жаңағы біреуден балат көтеріп қап, тауып қап, ойбай ай бытшытпай ай тасталқан мына балаңа ақша төле, ай тасталқан деп жүгіріп жүрген әйел жоқ. Полицияға бересің, бітті, болды. Ол сол баланың әкесі ме, бітті. Оның жаңағы кеңірдегінен сығып тұрып ақшасын баласына төлетеді. Үйі болса үйін, көлігі болса бәрін тіпті. Әйелге битіп саусағын тигізіп қойған еркектің тіпті көлік жүргізетін көлігінен тартып баны есеп шотына дейін бірақ мұздатып тастайды. Көлікте жүргізе алмай қалады ғой бейшара. Міне. Америка солай. Сол қарап отырсаң енді әйелді құрметтеу керек. Отыңды жағып, түтініңді түтетіп отыр, ұрпағыңды өсіріп, жаңағы артығың мен кеміңді жаңағы ең білетін адам әйелің, сенің артығың кеміңді. Сол артығыңды асырып, кеміңді жасырып, ыстық суығыңа көніп отыр, Міне, әйелді сыйлауға тиіссің, ананы сыйлауға тиіссің. Бірақ ананы, әйелді сыйлау, осы басқадан үйренсек үйренейік, осы орыстан үйренбей-ақ қойықшы. Сол сәбеттен, Құдай ұрған сәбеттің бір күнде бір уыс шөп сыйлай салғанына қарап, ойбай, Совет одағында, Ресейде, Қазақстанда әйелдің құқығы керемет екен деп қиялданбай-ақ. Мына 8 мартты Жапон білмейді, Корей білмейді, Сингапур білмейді, Тайван білмейді, Азияны айтайын, Еуропаны айтып, басымызды қатырмай, Еуропа деген Айшарының ар жағына кетіп қалған ғой, былайша айтқанда. Міне. Бірақ осы азиялық халықтардың өзі әйелді сыйлап, анасын сыйлап, әйел мен баланың құқын қорғаудан дүниенің алдыңғы деңгейінде. Оқу, тоқу алдыңғы деңгейінде. Мен жаңағы көзін қана жылтыратып орап алған арабты үлгі қыл демеймін. Бірақ осы азиялық елдер, Жапон, Корей, Тайван, Сингапур, осы елдерді қарап, біз ана Еуропа, Америкаға еліктемей, осы Азияның 4 еліне еліктеп алайықшы. Соның өзінде әйелдің білімі ең жоғары, әр 1000 әйелдің ішінде докторлығы бар, профессорлығы бар, магистратурасы бар, бакалавры бар әйелдің саны ең көп, дәрігер, медсестра әйел ең көп, әйелдердің жаңағы отбасы зорлық зомбылығы ең төмен, баладардың жаңағы қылмыстық құрбаны болуы ең төмен, педофил, жыныстық зорлық зомбылықтың құрбаны болуы ең төмен. Осы елдерді қарап отырсаң, әйелдер нағыз бақыт. Енді Еуропа мен Американы айтып, мен басты қатырмай-ақ қойын. Азияның елдерін айтып, соған айт. Әйел қайтсе бақытты болады. Күйеуі сүйсе, сыйласа, адал болса, күйеуі ұрмаса, отбасында ұрыс керіс болмаса, ақшасы жетіп тұрса, қыста тоңбаса, жазда пысынамаса, баласын әкесі махаббатпен жаным, ұлым, қызым бүлдіршінім деп әкесі еркелетіп отырса, отбасында тыныштық болса, қылмыс болмаса, бірін-бірі пышақтығы балам бауыздап тастайын, қырып тастайын болмаса, онда ол әйел бақытты. Өзінің шынай сүйген еркегімен қосыла алса, өзінің шынай сүйген еркегінен жылу, махаббат ала алса, өзі шынай сүйген еркекпен қосылып бала өсірсе, ол өсіріп қыз тәрбиелесе, онда ол әйел бақытты. Ол әйел кәртейгенде жаңа Құдай қосқан қосағымен қоса кәртейсе, ұлы мен қызын өсіріп, қызығын көрсе, келін түсіріп, қыз ұзатып, бақытты өмір сүрсе, ол әйел қартайғанда ана болып, бәйбіше болып, ол бақытты. Бірақ жоқшылыққа жемей, денсаулығы күйреген, аузында бүтін түсі жоқ. Оны Советский алтынмен, сары алтынмен ақситып бейтіп қойып қойған. Ана сары алтынмен ақситқан түсін көрсету үшін аузын қисайтып ыржалақтай беретін. Сөйтіп отырған. Үйінде тіпті әжетханасы жоқ. Суханасы жоқ. Әжетханаға бару үшін 5 километр жерге баратын ол әйел қайтып бақытты. Міне Совет одағы. Енді мен бұл жерде 8 мартты теріс демеймін. Кеше Фейсбукке біреу жазыпты, біз тойлай береміз ол халықаралық әйелдер мерекесі деп. Тойлай бер дедім, 1000 жыл тойла дедім. 8 март емес, 9 марттан тартып 31 декабрьға дейін тойлай бер, қарсылығым жоқ. Халықаралық деген сөз емес, бұл Советский әйелдер мерекесі. 8 март халықаралық әйелдер мерекесі деген сөз өтірік сөз.
8 март Советский әйелдер мерекесі. 8 март Советский әйелдер мерекесі. Совет халықара емес. Совет халықара емес. Орыс ұлы емес.